Менің бір күнімнен влог. Таңертең тұрып, алдымен дүкенге барып келдім. Сағат 7:30-да осындай күн шақшиып тұр. Қалай сағат ауысып, біздің миымыз ауысып жатыр уже. Сағат 5-те тұрсаң да, 6-та тұрсаң да, кәдімгідей күн шақшиып тұрады. Неге ондай? Сағат ауысқалы бері ұйқымызда жөнді болмай кетті ғой. Кішігірім пакет ашар болсын. Нан, 2 түрлі пішінай, осындай сары май, сүт, қаймақ. Осының барлығына қанша кетті деп ойлайсыз? Дастарханды жаймай тұрып, алдымен сүртіп аламын. Қыздарға каша, осылай жақсылап тұрып қайнатып, бетіне қақпағын жауып, біраз уақытқа қалдырамын. Бәрін дайындап болғаннан кейін дастарханды жаямыз. Дастарханды жайып, кашаны дайындап, магазинге барып келем дегенше біздің үйдегілер де ұйқысынан тұрып қалады. Қыздар бәрінде осындай ма? Бәрін оятып, шай тамақ дайындаймын деп жүрген кезде обед болады. Одан кухняға келесіңде жақсылап тұрып, ештеңе болмағандай тап-таза қылып жинап қоясың. Сонымен түскі тамақты дайындайсың, сөйтіп жүргенде кеш болады. Мен өзімде сондай әйтеуір. Басқасын білмеймін. Түнде үйге қонақ келген болатын, қонақтардың барлық далаға жатамыз дегеннен кейін далаға төсек салып берген болатынмын. Үй деген қапыр қатты ыстық болып жатыр ғой. Даланы да бір тазалап жинап алдым, сыпырып, күнделікті жұмыс осы ғой бізде. Бала шағаның бассейнінің суы да кірлеп кеткен екен, оның ішін жуып, шайып, қайтадан су құйып қойдым. Менің бір күндік уақытым осылай өтті.